Армысыздар достар, қалай қалдарыңыз? Мен Олжас Иманғалиұлы, уролог, андролог дәрігермін. Ерлердің мәселесімен айналысатын дәрігермін. Олай болса, уролог, андролог парақшасына қош келдіңіздер менің YouTube каналыма. Бүгінгі қозғайын деп отырған тақырыбым көп ерлердің арасында жүретін сұрақ деп айтсақ болады, проблема деп айтсақ болады. Осы жыныстық қатынас барысында екінші контактқа тұрмай қалады дейді. Осының себебі неде? Түсіндіріп айтып берсең деген сұрақтар келіп түсуде. Соған байланысты осы видеоны шығаруды шешіп отырмын. Олай болса, бүгін видеомызды соңына дейін қараңыз, және де бізде қоңыраушаны басып, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Олай болса, мынау бүгін тақырып басайтын болсақ, көп жігіттердің арасында, еркектердің арасында мынау проблема эрекция. Яғни осы соңғы уақытта осы эрекцияның әлсіреуі көп жағдайларда байқалып келеді. Әсіресе мына жас жігіттердің арасында кездеседі. Көбінесе бұл эрекцияның төмендеуі бұрынғы кезде 40 жастан асқан ерлердің арасында кездесу керек еді. Өкінішке орай қазіргі таңда жастардың арасында кездесіп жатыр. Жаңа үйленген отбасылардың арасында жігіттер шағымданып келіп жатыр. Күннен күнге осы қабылдауда осы проблемамен келеді. Енді осы алдымен эрекцияға келетін болсақ, жіктеп алатын болсақ, эрекция дегеніміз не жалпы? Яғни эрекция, эректилді, яғни жыныс жүйесінің қатаюы, яғни жыныстық қатынасқа дайын болуы. Өкінішке орай осы жыныстық қатынас барысында дейміз ба, екінші контакт болмай жатады. Болмаса жаңа әйел кісілер шағымдады, болмаса жаңа ерлерде шағым болып жатады. Ол біздің практикамызда болған. Енді бұл мәселеге тоқталатын болсақ, қарап отырсақ, мына эрекцияның уақытысы мысалы ер балалардың физиологиясына байланысты әрқалай болуы мүмкін. Біреуде контакт мысалы 2 минут болуы мүмкін, біреуде 5 минут, біреуде 15 минут, біреуде 30 минут, біреуде 1 сағат деген сияқты әрқалай физиологияға байланысты. Енді экуляттың шығып болғаннан кейін мынау ер баланың жыныс жүйесі екінші контактқа болмай жатады. Оның себебі неде? Олай болса, мына себебіне келмес бұрын, біз жамбас қуысындағы қан айналымға келеміз. Яғни қан айналымның екі түрі бар. Бірінші айтатын болсақ, приток, яғни жыныс жүйеге қанның артерия тамырлар арқылы толуы. Екінші механизм бұл, яғни венозный, яғни венаның артқа қарай қанды алып кетуі. Екінші жыныстық қатынастың болмауының себебі жыныс жүйеге қанның, яғни мына пещеристый тело дейміз, осы кеуекті органға қан уақытылы толмайды. Соған байланысты жыныс жүйесі бос күйінде болады. Екінші экуляцияның болмауы. Енді тағы бір себеп бұл психологический де болуы мүмкін. Егер мына еркектің қозуы төмендейтін болса, ағзадағы жаңағы тестостерон азаятын болса, либидосы, яғни қызығушылық төмендейтін болса, әрине бұл да екінші контакттың болмауына алып келеді. Және де біз көбінесе осы таңғы эрекция бар ма, жоқ па деп сұраймыз. Таңғы эрекция, яғни болып тұрып жыныстық әлсіздік байқалатын болса, бұл жерде бұл психогенді эректильді дисфункцияның түрі болып келеді. Яғни бұл шаршағанның әсерінен, нервтің әсерінен, ұйқының бұзылуына байланысты, сол сияқты мынау адамның физикалық болмаса психикалық шаршауына байланысты әсер ететін жайтты осы психогенді эректильді дисфункция деп айтамыз. Екінші бұл мына таңғы эрекция жоқ. Яғни бұл жерде психосоматогенді, яғни бұзылыс болып жатыр. Оның соматогенді бұзылыстың өзі де 3 топқа бөлінеді. Бірінші жаңағы сосудистый, яғни қан тамырлық бұзылыс, оның өзі веноздық, артериялық бөлінеді. Одан кейін екінші тобы бұның эндокринді, яғни гормондардың бұзылуына байланысты. Жаңағы гормондық бұзылыстардың, тестостерон гормонының, сонымен қатар пролактин гормонының бұзылуына байланысты кездесетін жағдай осы эндокриндік түріне жатады. Онымен қатар жаңағы салмақтың жиналуы, артық салмақтың болуы, ағзада тестостеронның төмендеуі ол гормональдық бұзылысқа жатады. Одан келесіне келетін болсақ, жаңағы нейрогуморальды, яғни нейрогенді деп айтсақ болады. Нейрогенді бұл жаңағы соматогенді, сосын жаңағы мынау вегетативті, яғни шеткі нерв талшықтарына байланысты осы эрекцияның төмендеуіне, нервқа байланысты әсер ету. Эндокринді енді себепке келетін болсақ, ол жаңағы ағзадағы гормондардың бұзылысы, яғни тестостерон гормонының ағзада азаюы, эстроген гормонының жаңағы жоғарылауына байланысты, ағзаға жаңағы цинктің жетіспеушілігі, сонымен қатар қуық жолдарында қабынулардың болуы, одан кейін мынау
қант диабетімен зардап шегетін кісілердің арасында кездесетін жағдай. Ол қант диабетін ауыратын болса, бұл эндокриндік жүйесі, сонымен қатар екі араластыру болады, жаңағы сосудистый, яғни қан тамырлық. Өйткені төмен жақта қан айналымының бұзылуы, сонымен қатар қан тамырлардың бітелуі жыныс мүшеге әрине қанның бармауына алып келеді. Соған байланысты еркектің жыныстық жүйесі әлсірейді. Енді бүгінгі мынау қысқаша сіздерге түсіндірген видеом болды. Осы жыныстық қатынастың екінші, үшінші контакттағы болмау себебі негізінен осы болып табылады. Олай болса, достар, видеомыз ұнаған болса, астына өз пікірлеріңізді қалдырып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер, таратыңыздар. Біздің урологияның қазақша дамуына бәріміз бірігіп атсалысайық. Сау, сәлемет болыңыздар.